Біздің міне мынау грунтовкамыз. Екеуін араластырасыздар обязательно. Клейді. Грунтовканың ішіне клей ғой енді. Мынадан мынанша құйып, мынадан мынанша құю деген әңгіме жоқ. Мына екеуін бірдей қылып араластырасыз. Мынау 1 литр ма? 1 литр. Болды. Қандай сұрағың бар, айтып берші. Егерде мына екеуін бөлек құйса қалай болады? Бөлек құятын болса. Бөлек болмайды. Мынаны ғана құйып тастасаң, ертең мынау қатып қалады да, ой жаңағыдай осылай. Құйғаннан кейін осылай қап-қара болып жабыспай жатады. Потом мынаны құйғаннан кейін бетіне араласып быт-шыт болады. Екеуін бірдей қылып обязательно құясың. Егерде мынадан 2 килограмм, мынадан 1 килограмм болса қалай болады? Онда 6-ға 1 есептейсің. Мысалы қара. Мынау 24 қой. Мынау 4 килограмм. 24-ті 4-ке бөлесің. Яғни 6-тан 1. Мынадан 6 килограмм құятын болсаң, мынадан 1 килограмм. Мынадан 3 килограмм құятын болсаң, мынадан 500 грамм құясың. Түсіндің бе? 24-ті 6-ға бөлесің обязательно. 6-тан 1. Біздің міне мынау грунтовкамыз. Екеуін араластырасыздар обязательно. Клейді. Грунтовканың ішіне клей ғой енді. Мынадан мынанша құйып, мынадан мынанша құю деген әңгіме жоқ. Мына екеуін бірдей қылып араластырасыз. Мынау 1 литр ма? 1 литр. Болды. Қандай сұрағың бар, айтып берші. Егерде мына екеуін бөлек құйса қалай болады? Бөлек құятын болса. Бөлек болмайды. Мынаны ғана құйып тастасаң, ертең мынау қатып қалады да, ой жаңағыдай осылай. Құйғаннан кейін осылай қап-қара болып жабыспай жатады. Потом мынаны құйғаннан кейін бетіне араласып быт-шыт болады. Екеуін бірдей қылып обязательно құясың. Егерде мынадан 2 килограмм, мынадан 1 килограмм болса қалай болады? Онда 6-ға 1 есептейсің. Мысалы қара. Мынау 24 қой. Мынау 4 килограмм. 24-ті 4-ке бөлесің. Яғни 6-тан 1. Мынадан 6 килограмм құятын болсаң, мынадан 1 килограмм. Мынадан 3 килограмм құятын болсаң, мынадан 500 грамм құясың. Түсіндің бе? 24-ті 6-ға бөлесің обязательно. 6-тан 1.